Саламатсыздар ма? Бүгін 11 класс геометрия қиық пирамиданың бетінің ауданына есептер шығарамыз. 98-ші есеп. 98-ші есептің берілгені табандарының қабырғалары 8 см 6 см-ге тең. А пункті бойынша 4 бұрышты және биіктігі 7 см-ге тең қиық пирамиданың толық бетінің ауданын тап дейді. Толық бетінің ауданын табу үшін біздер бүйір бетінің ауданын және екі табанның ауданын қоссақ, қиық пирамиданың толық бетінің ауданы шығады. Бүйір бетінің ауданын табу үшін табандардың периметрінің жартысын апофемаға көбейтсек, біздерде бүйір бетінің ауданы шығады. Енді біздердің есептерімізде берілген табандары шаршы. Біреуі 8 см-ге тең, біреуі 6 см-ге тең. Енді біздің мақсатымыз апофеманы тауып алайық. Биіктігі берілген. О нүктесінен С-ға перпендикуляр түсіреміз, яғни қиылысу нүктесін К деп белгілейміз. О1-ден С1, Д1-ге перпендикуляр түсіреміз, К1 деп белгілейміз. Мынаны К деп белгіледік. К1 бізде апофемасы шықты. Яғни Д1, С1, С жағының апофемасы К1-ге тең. Енді осы К1-ді табу үшін мен түсінікті болу үшін осы пайда болған қиманы мен бөлек салып алдым. Енді біздерде мына жердегі О1 К1-дің ұзындығы мына берілген қабырғаның жоғары жағындағы кіші табанның қабырғасының жартысына тең, ол 3-ге тең. ОК-мыз үлкен табанының қабырғасының жартысына тең, ол 4-ге тең. Енді О1-ге перпендикуляр параллель жылжытатын болсақ, мына жерде бір n-мен қиылысты дейік. К1 n-іміз О1-ге тең. Оны білеміз, е? Олай болатын болса, ол біздердің есептің шарты бойынша 7-ге тең. Енді мына жерде, мынау 3-ге тең болса, мына жерде 3-ге тең. 4-тен 3-ті алсам, мына жерде 1-ге тең. Сонда n-кам 1-ге тең. К1 n-ім 7-ге тең. Енді К1-дің таба қоямыз. К1-ді табу үшін түбірасты. n-К1-дің квадраты, яғни 7-нің квадраты қосылған n-ның квадраты, ол 1-дің квадраты тең болады, түбірасты 50-ге тең. Енді әрғарай бұны 25 көбейту 2 деп жазатын болсақ, бұл 5 түбірасты 2-ге тең. Енді біздер осыдан апофеманы тауып алдық. Яғни L-іміз 5 түбірасты 2-ге тең. Енді S бүйір бетінің ауданын тапсақ, біріншінің периметрі, мысалға 6-ға тең болса, 6-ны 4-ке көбейтсем, сондай 4 қабырға бар ғой. 24 қосылған 8-ге тең 4 қабырға бар, ол 32-ге тең. Бөлінген 2 көбейту 5 түбірасты 2-ге тең. 56-ны 2-ге бөлсек, 28-ді 5 түбірасты 2-ге көбейтсем, 140 түбірасты 2 сантиметр квадратқа тең. Енді бірінші S1 табанының ауданын табайық. Енді ол оңай, шаршының ауданын таба қоямыз. Сонда біріншінің ауданы, яғни үлкенін алайық, 8-дің квадраты тең 64 сантиметр квадрат. S2-мізді табу үшін тағы А квадрат, бұл 6-ның квадраты 36 сантиметр квадрат. Енді S толық бетін таба қоямыз. Бәрін тауып алдық. S бүйір бетінің ауданы 140 түбірасты 2-ге тең. Қосылған мұнау 36-ға 64-ті қоссақ 90-100 болады. Сонда біздің ауданымыз 140 түбірасты 2 қосылған 100 сантиметр квадрат. Жауабы мынаған тең болады. 98-дің енді Ә пункті бойынша біздерде 6 бұрышты және биіктігі 2 түбірасты 6 сантиметрге тең дұрыс қиық пирамиданың ауданын тап дейді. Дұрыс болғаннан кейін, енді жаңа айттық қой, қабырғалары барлығы табандардың қабырғалары өзара тең. Енді біздерде
үлкен табанның қабырғалары 8-ге тең, кіші табанның қабырғалары 6-ға тең. Қиық пирамиданың өзінің биіктігі 2 түбірасты 6-ға тең. Толық бетінің ауданын табу керек. Енді толық бетінің ауданы, жаңағыдай S толық бетінің ауданын біздер формуласын білеміз. Енді бізге не жоқ? Бұл жерде тағы да бізге не керек? Бізге апофема керек. Сосын табандарының ауданы керек. Табандарының ауданы біз 6 бұрыштың ауданын табатын формуланы пайдаланамыз. Ол 3а квадрат түбірас 3 бөлінген 2. Осыдан табан бірінші, табан екінші табандардың аудандарын тауып қояйық. Сонда 3 көбейтілген үлкен табанның қабырғасы 8-ге тең. 8-дің квадраты түбірасты 3 бөлінген 2. Яғни 64, мынау 64 болады. 64-ті 2-ге бөлсек 32 болады. 32-ні 3-ке көбейтсек 96 түбірасты 3 сантиметр квадрат болады. Енді екінші кіші табанының ауданын табатын болсақ, 3 көбейтілген, бұл да қабырғасы 6 болғандықтан 6-ның квадраты көбейту түбірасты 3 бөлінген 2. Осы жерде 36-ны 2-ге бөлетін болсақ, 18-ді 3-ке көбейтсек, 54 түбірасты 3 сантиметр квадрат. Біз екі табандарының аудандарын тауып дайындап қойдық. Енді бүйір бетінің ауданын табуымыз керек. Бүйір бетінің ауданын табу үшін тағы бізге мына жерде О1 К1 мен ОК-ны тауып алсақ, бізде биіктік белгілі, жаңағыдай ары қарай табыламыз. Енді біздер оны қалай табамыз? ОК-мыз неге тең? Яғни мына берілген 6 бұрышқа іштей, дұрыс 6 бұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусын табатын формуланы пайдаланамыз. Ол R тең болады, А түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең. Енді мынаның радиусын, іштей сызылған шеңбердің радиусын табу үшін А-ның орнына 8-ді қоям. Түбірасты 3 бөлінген 2. 8 бен 2-ні қысқартсам 4 түбірасты 3-ге тең. Бұл үлкен жаңағы табанның іштей сызылған шеңбердің радиусы. Бұл 4 түбірасты 3-ге тең. Енді кіші табанына іштей сызылған шеңбердің радиусын табу үшін біздерде 6 болады. 6 табаны 3 бөлінген 2, түбірасты 3 бөлінген 2. 3 бен 2-ні қысқартсақ 3 түбірасты 3 болады екен. Сонда кіші табанына іштей сызылған шеңбердің радиусы 3 түбірасты 3-ге тең. Енді мен оны түсінікті болсын, нәр жерге жазайын. 3 түбірасты 3-ге тең, мына жер 4 түбірасты 3-ге тең. Мына жерде мынау О, мынау О1, мынау К1, мынау К. Енді жаңағыдай табу үшін О1-ді параллель көшірсек, К1 нүктесінен О1-ге параллельді жүргізейік. Бұл О1-ге тең болады екен. Оны мен мысалға едей К1-ге ұзындығы есептің шарты бойынша 2 түбірасты 6-ға тең. Енді мына жер нешеге тең? Мынау 3 түбірасты 3-ге тең болу керек. Мынадан 3 түбірасты 3-ті алып тастасам, түбірасты 3 қалады. Олай болса, мына жер кішкене бөлігім түбірасты 3-ге тең. Енді К1-ді табайық. К1-ді табу үшін К1 Е-нің квадратына ЕК-ның квадратын қосамыз. Ұзындықтарының, қабырғаларының ұзындықтарының квадраттарын қосамыз. Сонда 2 түбірасты 6-ның квадраты қосылған түбірасты 3-дің квадраты. Мынау 4 болады. 2-ның квадраты 4, түбірасты 6-ның квадраты 6, 24. Қосылған түбірасты 3-дің квадраты 3, түбірасты 27. Оны біздер 9 көбейту 3 деп жазсақ, 9-дан 3-ті шығарамыз, түбірасты 3-ге тең болады екен. Сонда біздің К1-іміз, яғни апофемамыз 3 түбірасты 3-ге тең.
Енді S бүйір бетінің ауданын табайық. S бүйір беті неге тең? Так, табандарының периметрлерінің жартысы ғой, қосындысының жартысы, е? Так, P1 қосылған P2 бөлінген 2 көбейту апофемі. Енді бірінші табанының периметрі неге тең? 8 болса, 8-ді 5-ке көбейт. 5, так, 6 бұрыш дедік пе, 6-ға көбейтеміз. 8-ді 6-ға көбейтем, сондай 6-ға 1-ға ғой енді. Сонда 8-ді 6-ға көбейтсем, 48 қосылған. Мынау 6, сондай 6-ға 1-ға 6-ға көбейте қоям. 36 бөлінген 2. Енді жаңа L-імді таптық. 3 апофемамыз 3-ті бір асты 3-ке тең. 48-ге 36-ны қоссақ 70. Так, 84. 84-ті 2-ге бөлсем 42 көбейту 3-ті бір асты 3-ке тең. Бұл 12 126 түбір асты 3 сантиметр квадрат. Енді бүйір бетін таптық. Жаңа біздер 2 табанның ауданын тауып қойдық міне. Енді толық бетінің ауданын толық табу үшін жаңа барлық тапқан аудандарымызды қоса қоямыз. Бүйір бетінің ауданы 126 түбір асты 3. 2 табанның аудандары біреуінікі 96 түбір асты 3, екіншінікі 54 түбір асты 3. Барлығын қосқанда 276 түбір асты 3 сантиметр квадратқа тең. Сонда жауабы толық бетінің ауданы 276